жаз мезгілі аяқталып, Клара мен Хайди үйде сабақ оқитын болды. Кең далада еркін өскен Хайди үшін бұл үлкен сынақ еді. Ал Беккер мырза... Сонда сен әліпбиді білмейсің бе? Хайдидің ұстазы білім берудің күрделі әдісін қолданды. Жазуды баста. Клара Хайдиге әліпби жаттауды үйретті. Алайда оның еш пайдасы болмады. Сөйтіп екі қыз екі бөлек білім алуға мәжбүр болды. Қане, қойылым қояйық. Осы кезге дейін Телмакистің шытырман оқиғаларын тыңдаған Калипсо? Оның сөзін бөлді де, өзінің демалатыны туралы айтты. Шытырман деген не сөз, мырза? Қазір емес. Алдымен мұна бөлімді бітіріп алайық. Оның сөзін бөлді де... Ол өзінің демалатыны туралы айтты. Өзінің демалатыны жайында айтты. Туралы айтты. Еш қиындығы жоқ қой. Барын таңда салуын керек, Хайди. Сесман мырза келгенде сенің оқи алмайтыныңды естісе, не істеу мүмкін деп ойлайсың? Үйінен қуып жібереді. Сені өз уақытында үйрете алмаспын. Өз уақытындасы несі, Беккер мырза? Ай, ештеңе. Енді сен әріптерді білесің. Қазір маған кітапта қалай жазылғанын оқып бересің. Осы кезге дейін Телмакистің шытырман оқиғаларын таңдана тыңдаған Калипсо есікті қаққан әже екен анық. Біз әлі болған жоқпыз, Хайди. Қане, оқы. Әжем келді. Себастьян, не болып қалды? Себастьян, мені көргендегі түріңді көрсең ғой, бозарып сала бердің. Қызым Клара, сен де менен қорқып кеттің бе? Әже! Клара, жарығым, құлпырып кетіпсің. Ал езуіңдегі күлкі ше? Соңғы рет келіп кеткеннен бері мұнда көптеген өзгерістер болыпты. Мұның бәрі менің досым Хайдидің арқасы. Ол келгелі бері өзімді тамаша сезініп жүрмін. Тамаша екені көрініп тұр. Қане, ол жарық жұлдыз қайда? Хайди, досыңды айтам. Оны дәл қазір көргім келіп тұр. Ол Беккер мырзамен кітапханада сабақ оқып отыр, ханым. Оларды мазалауға болмайды. Мұнша қатал болмасаң шырытын Майя ханым. Оларды мазалағанда тұрған ештеңе жоқ. Осы кезге дейін ол туралы көп естіп ем. Енді ол жұлдызды тез арада көргім кеп тұр. Себастьян, жүктерімді бөлмем апар. Өзінің демалатыны туралы ол... Бір сәтке сабағыңызды бөлсем бола ма, мырза? Біз сабақтың дәл ортасына келдік. Рахмет, көп уақытыңызды алмаймын. Демек, сен Хайди болдың ғой. Не деген әдемі қыз едің? Рахмет, Сесман ханым. Байқайым, Рутын Майя ханым өз қағидаларын саған да үйретіп қойған секілді. Қажеті жоқ, менің алдымда иілмей ақ қой. Оған қоса мені әже деп ата. Кешірім сұрайым, мырза. Мен қазір шығам. Келесі үзілістеріңіз қашан? Хайди, мен біраз уақытымды өткізгім келеді. Бірақ, ханым, біздің бүгінгі сабағымызда ешқандай үзіліс болмайтын секілді. Үйренетін нәрсеміз бастан асады. Ал уақытымыз болса тым шектеулі. Үзіліс болмай ма? Бірақ мына кішкентай қыз таза ауамен демалу керек емес пе? Сабақтарың қашан басталды, қызым? 3 сағат бұрын. 3 сағат? Үзіліссіз? Ханым, үзіліссіз сабақ оқу зиян деп ойламайсыз ба? Мен Беккер мырзаның оқыту әдісіне қарсы тұра алмаймын. Бүгін біз үшін ерекше күн, мырза. Осындай ерекше күнде 3 сағат оқыған жеткілікті деп ойлайым, дұрыс айттым ба? Ал енді қарсы болмасаңыз, сіздің оқушыңызды шай ішу кешіне алып кеткім келеді. Сабағыңызды ертең жалғастырсаңыз. Түсінгеніңізге рахмет.
Жүре ғой Хайди, сен туралы бәрін білгім келеді. Алдымен әңгімені таудан бастайық, жарай ма? Менің бастарманым тау. Болған жайт үшін кешірім сұраймын, Беккер мырза. Сесман ханым өзіңіз көргенде айтқанынан қайтпайтын адам. Оныңыз рас шығар, Ротенмайя ханым. Бірақ дәл қазіргі сәтте Хайдиді оқытудың ең күрделі сатысындамын. Бұлай мазалай беретін болса, кішкентай қыздың сабағын айтам. Сесман ханыммен кешке сөйлесем. Ертеңнен бастап Хайдиді оқыту үшін тағы бірнеше сағат қосамыз деп уәде беремін. Осының бәрі баласының бұйрығы екенін білген соң, Сесман ханым сізді мазаламайтын болады. Жарайды, ертең келем. Дета, бәрін мұнда қой. Балапандарым, жайлы отырып шай ішетін үйің болғаны қандай жақсы. Сонда сіздің үйіңіз жоқ па? Әжем театрда әртіс болып жұмыс істейді. Үнемі сапарда болады. Бұл жолғы сапарымызда Оффенбах мырзаның соңғы жазған Сезім Хоффман ертегілері атты қойылымдарын қойдық. Сондай тамаша, бірақ іш пыстырарлық. Сөздері тым көп. Бар күшімді салып әрең жаттадым. Менде де Беккер мырзаның кітабынан көптеген қиындықтар туындайды. О не дегенің жарығым? Беккер мырза саған кітабын жатқа айтқыза ма? Әже, маған өлең жолдарын жаттаған қатты ұнайды. Тамаша, ендеше қойылым қоюға қалай қарайсыңдар? Сол кезде бәріміз кітаптағыны жатқа айтарық. Қызық болар анық. Қойылым? Дета мен Себастьянды қойылымымыздың көрермені болуға шақырамыз. Ротенмайя ханымды да шақырайық. Көрермен арасында қатал сыншы да болу керек. Ендеше арамызда Ротенмайя ханымның болғаны қандай жақсы. Беккер мырза? Дета, кешір, сені шоштайын деген ойым болған жоқ. Жоқ, мен жай бұл жерде сізді тұрады деп ойламап ем. Сізге көмегім қажет пе? Сенен ертеңгі кешке дайынсың ба деп сұрайын деген едім. Ертеңгі кешке ме? Операға. Екеуміз бірге. Иә, баратын шығармын. Мені шақырғаныңыз үшін алғысымды білдірем. Не істесем екен? Кешке киер көйлегім жоқ. Есесіне, сенің бойыңда Франкфурттың бүкіл әйелдерін тамсандыратын сұлулық бар. Беккер мырза? Ендеше ертеңге дейін, Дета. Жолыңыз болсын, мырза. Расымен де онымен операға барасың ба? Себастьян? Тағы да не болып қалды екен? Бізге керегі дәл осы жер. Рахмет, Себастьян. Сахнамыз осында болады. Айтпақшы әже, біз қандай қойылым қоямыз? Әлі сендерге айтпадым ба? Біз қоятын қойылым Ханшайым мен Бақа туралы тамаша ертегі болмақ. Ол уәденің қаншалықты маңызды екендігі туралы. Ендеше оқығанымызды қойылымға айналдырайық. Қолдарыңнан келеді деп ойлаймын. Кей сөздерді түсінбей қиындық туындайтын болса, менен сұраңдар. Я, жарайды әже. Ханшайым мен Бақа. Тақырыбы керемет екен. Әже, бұл не туралы? Ертегіме ол өзінің бағалы алтын жүзігін шалшыққа түсіріп жоғалтып алып, оны қайтару үшін жүзікті тауып берген Бақаның ернінен сүюге уәде берген Ханшайым туралы. Алайда, Ханшайым уәдесінде тұрмаған соң, уәде бұзғанның қаншалықты жаман екенін түсінеді. Енді кім қай рөлді сомдайды? Жақсы, Хайди, сен Бақаның рөлін сомдайсың, ал Клара, сен Ханшайым боласың. Ал мен патшайымның рөлін сомдайтын болам. Ханшайым дейсіз бе? Мен сонда Ханшайым болам ба? Ал маған бақалар қатты ұнайды. Аделайда, көйлегімді былғаймын деп ойламайсың ба? Кешіріңіз, ханым.
Клара, сенің жамылғың қайда? Суық тисе қайтесің? Ішке кіріңдер, кешкі ас дайын. Қазір жетеміз, Ротенмайер ханым. Кешкі астан кейін дайындығымызды жалғастырамыз. Алдымен оқып алып, сосын өз сөздерімізді жаттаймыз. Қолыңнан келетініне сенімдімін, Хайди. Уайымдама. Қойылымымыз Беккер мырзаның сабағынан да қызықты болар анық. Ертең тағы бір қайталаймыз, ал кешкісін қойылымымыздың ашылу салтанаты болады. Кітап оқуды үйреніп ең, көптеген оқиғаларға қатысатын болдым. Енді қойылымда ойнайтын боламыз. Сонда бақаны сомдағанда бақылдайсың ба? Сен тамаша бақа боласың. Дәл сол кезде ханшайым алғаш рет бақаны көреді. Қане, Клара, баста. Қайырлы таң, бақа мырза. Өтінем, маған қамалдың қайда екенін айтып беріңізші, қараңғы орманның ішінде адасып кеттім. Өте жақсы, Клара. Енді Хайди, сен жауап бересің. Қайырлы таң, ханшайым. Өзіңіз қандай әдемі? Қайырлы таң, ханшайым. Өзіңіз қандай әдемі көрінесіз? Әдемі едіңіз. Өте жақсы, Хайди. Сесман ханым, сізбен сөйлессем деп едім. Кейінірек сөйлесейік, біз дайындалып отырмыз. Кейінге қалдыратын шаруа емес. Аделайданың сабағы туралы сөйлеспекпін. Сендер оқи беріңдер. Клара, қажет болса Хайдиге көмектес, жарай ма? Кітапханаға барайық, ханым. Жалғастыра берейік пе? Барған сайын өте қызықты болатын секілді. Қане, Хайди, секіріңді доғар, рөлдерімізді оқып шығайық. Менің кезегім келгенде бақылдай берсең қалай болады? Шын мәнінде нағыз бақалар сөйлемейді ғой. Ендеше қойылым қоюдың қажеті қанша? Мұнда кел. Сонымен, қай жерге келдің? Шаршаған секілдімін. Төсегіме барып ұйықтайын. Сонда дайындалмаймыз ба? Кітапты бөлмемде оқырмын. Ал дайындықты ертең жалғастырамыз, әжемізбен бірге. Сөздерімнің бәрін жаттап алдым, әже. Жаттағанға ыңғайлы жазылыпты. Өзі сондай қызықты ертек екен. Саған ұнады ма, Хайди? Бақаның айтатын сөздері де өте қызық екен. Бәрі дұрыс па, Хайди? Түнгі ұйқым дұрыс болмаған секілді. Содан болар, әже. Беккер мырза сабақ бастауға дайын, Клара ханым. Рахмет, Себастьян. Клара сабағын аяқтағанша біраз дайындалып алсақ қалай болады? Мен айтатын сөздерді жаттауыма көмегің керек. Өз бөлмеме барғаным дұрыс болар. Ұстазымның бүгінгі сабаққа берген үй тапсырмаларын орындауым керек. Сені не мазалап жүр, Хайди? Ештеңе. Тек шаршап жүрмін. Сені бірдеңе мазалап жүргенін екеуміз де жақсы білеміз. Сырыңды бөліскің келмей ме? Тауларымды сағынып жүрмін, атамды да. Ол шақта бәрі оп-оңай. Бар болғаны ешкіні қалай сау керектігін, табынды қалай айдау керектігін білсе болды, сол ғана. Мен оқи алмаймын, әже. Қойылымда айтатын сөздерімді білмеймін. Тыныш. Ештеңе етпейді. Тыныш. Мені кешірші, Хайди. Сені бұлай тығырыққа тірегенім дұрыс болмапты. Оқи алмағаныңда тұрған ештеңе жоқ. Күндердің күнінде үйренесің. Әріптерден сөз құрауда шатасып кетемін. Оқуды ешқашан үйрене Ол алмаймын. үшін саған уақыт керек, Хайди. Еш уайымдама. Қойылымның сөздерін саған өзім үйретем. Менің оқып бергенімді қайталасаң болғаны. Түк шықпайды.
Беккер мырза мені тура осылай оқытады. Сөздерді жадымда сақтай алмаймын. Мен нағыз ақмақпын. Олай деме, Хайди. Сонда мен оқи алмасам да мені қумайсыз ба? Әрине қумайым, Хайди. Айтар сөзімді ұмытып қалғанда не істейтінімді білесің бе? Жоқ. Әнге қосам. Менің ең сүйікті әнім Ля Хабанера. Арбакеш туралы француз операсы. Ашу мен ызаға толы қойылым. Енді тыңда. Тадам-там-там, тадам-там-там. Ханшайым қыз, жүзік түсіріп алыпсыз. Шалшықтан тауып алдым, оны сізге берейін. Хо-хо-хо. Ханшайым, тоқтаңыз. Кері қайтыңыз. Мені сүйемін деген уәдеңіз қайда? Мен ханшайыммын. Ал ханшайымдар бақаны сүймейді. Тамаша! Бірінші бөлім сәтті аяқталды. Екеуің де жарайсыңдар. Енді екінші бөлімге көшейік. Мазаларыңызды алғаныма кешірім сұрайым. Бірақ Хайди сабақ оқуы керек. Сабақты ертеңге қалдыруға болмай ма? Бүгін кешке қоятын қойылымызға дайындалуымыз керек еді. Ол үйренетін нәрсе көп, ал уақытымыз тым шектеулі, ханым. Бұл жөнінде сізбен сөйлескен шығар. Әрине сөйлестік, бірақ Беккер Егер мырза... менің айтқаным дұрыс емес деп ойласаңыз, Роттенмайер ханымға айтыңыз. Бірақ оған дейін... Дайындығымызды сабағынан кейін жалғастырамыз, алаң болма. Хайдиді ойлап қатты алаңдайма же. Соңғы күндері тым жабырқау болып жүр. Мені осында күт, менен қандай көмек керек екенін біліп келейін. Құлағым сенде. Басын бастауыма көмектесіңізші. Осы кезге дейін. Осы кезге дейін оқиға тыңдаған Калипсо. Бұның не? Есте сақтаудың амалы. Оны маған әжем үйретті. Жоқ, бұлай жасауға болмайды. Қане мұнда шық, есте сақтаудың жақсы әдісін көрсетейін. Тағы қайтала, ережені сақтауды ұмытпа. Осы кезге дейін болмама кеттің шытырман оқиғаларын тыңдаған Калипсо. Дәта, мына тесіктің ар жағында не боп жатқанын қараш. Ханым, бері келсеңші, қара деймін. Мұнда не боп жатқанын көріңіз. Беккер мырзаның әдісі Хайдиге лайықты деп ойламаймын. Ал мен тесіктен сығалау арқылы мұғалімнің сабақ беру әдісін жоққа шығармас едім, ханым. Бөлді де демалатыны. Жоқ, сөзін бөлді де өзінің демалатыны туралы айтты. Мынау тым ауыр ғой, Беккер мырза. Ережені есіңде сақта. Сөйлемді айнаға тесіз айтып беретін болсаң, кітаптың біреуін алып тастаймын. Бәрі өзіне байланысты. Мұнда не боп жатыр? Мен кішкентай қызға оқу мен жазуды үйретіп жатырмын, ханымдар. Ауыр кітаптарды көтергізу арқылы ма? Сіз тым шеттен шығып кеттіңіз. Ол кітапты зудыратып оқуға үйренсе де, әдісімді құптамайсыз ба? Оны университеттің өзі құптайды. Сонда бұл әдісіңізді бұрын соңды ешкімге қолданған жоқпын дегіңіз келе ме? Бұл әдіс арқылы білім саласына өзгеріс енер анық, Роттенмайер ханым. Сондықтан кей кездері құрбандыққа барғандар. Не? Құрбанды? Сіздің алдыңызда тұрған кішкентай қыз ғой. Қалайша дәтіңіз бар? Сіздер мені түсінбедіңіздер. Бір нәрсені түсінгенім анық. Жаныңыздың барында бұл үйден тайып тұрыңыз. And never come back. Our children are not your guinea pigs. Кешірім сұрайым, Хайди. Ендігәрі бұлай қайталанбайтын болады. Ал мен саған жақсы қарай алатын тамаша ұстазды білемін. Ол мен. Бүгіннен бастап Клара мен Хайдиді өзім оқытам. Екеуі бірге оқитын болады. Уәде берем. Рахмет, әке. Рахмет, әже. Және сізге де үлкен рахмет айтам, ханым.
ұлы мәртебелім. Қызыңыз мені сүйуге уәде берді. Алайда уәдесін бұзып, менен теріс айналды. Бұл рас па, қызым? Берген уәдеңде тұрмадың ба? Ол бақаны бұдан былай көрмеймін деп ойладым. Берген уәдемнің маңызды боларын білмедім. Берген уәдені орындау сен үшін ең басты міндет болуы керек. Қане, бар да мына бақаны сүй. Рахмет, ханшайым. Уәдеңде тұрдың. Енді мен ханзадамын, ал сен менің қалыңдығымсың.